Мен Абдрахманова Сымбат Нұртазақызы Қазақстандағы 100 жаңа есім жобасының жеңімпазының бірімін. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Әбішұлының қабылдауында болып сұхбаттасқан жандардың бірімін. Өзім жан-жақты болуға тырысамын. Біріншіден, әрине, бұл аудармашымын. Түрлі парсы тілінен, ағылшын тілінен жазбаша, ауызша аудармалар жасап жұмыс жасаймын. Екіншіден, бұл педагог-психологпын. Педагог-психолог ретінде орталықтарда жұмыс жасап, балалардың тұлға болып қалыптасуына, балаларымыздың ойлау қабілетінің, қиялының дамытуға, сонымен қатар тіл мүкістігі бар балалардың тілдерінің дамытуға өз тарапымнан жұмыс жасап жүрген педагог-психологпын. Сонымен қатар үшінші жағым бұл мультипликатормын. Бірнеше қазақ тіліндегі мультфильмдердің авторымын. Мультфильмдерім бұл тіл мүкістігі бар балалардың тілін дамытуға арналған мультфильмдерім бар. Сонымен қатар балаларға түрлі түстерді үйретуге арналған мультфильмдерім бар. Осындай мультфильмдердің саны 20 шақты. Соңғы шыққан мультфильм бұл Сиқырлы кілт мультфильмі, толық метражды мультфильмі. Бұл мультфильм Қызылорда облысының 80 жылдығына, Қызылорда қаласының 200 жылдығына арналған. Жалпы армандаған жақсы деп ойлаймын. Арманнан мақсаттан жоспар туады, жоспардан әрекет туады. Барлықтарыңызды алдарыңызға мақсат қойып, жан-жақты болып, өзгерісті өздеріңізден бастауға шақырамын.